Бәріне сәлем, жаңа полдникқа осындай қара нан мен бутерброд жасадым. Ең алдымен 2 тілім қара нанды сковородкада қыздырып аламыз, екі жақ бетін. Бұл бутербродты негізі холодильникта не бар, сонымен жасауға болады. Менде тауық еті, авокадо, жұмыртқа, творожный сыр және зелень болды. Барлық ингредиенттерді бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде крылышки болған, духовкаға піскен, сыртындағы кожасын алып тастадым. Бұл жерде тауық етінің орнына негізі кез келген піскен ет бола береді. Немесе консервідегі тунец балығын пайдалансаңыз да болады. Барлығын вилкамен езіп, жақсылап араластырамыз. Тағы да мен кішкене творожный сыр қосып жібердім, өйткені менде біраз құрғақтау болған секілді болды. Массамыз дайын болғаннан кейін нанның бетіне жағамыз. Мен жанына көк шөптерден салат та дайындап жібердім. Егер сізге дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастау жайлы қызық болса, менің парақшама жазылыңыз. Мен өзім дайындайтын пөппі рецептермен бөлісіп отырамын. Сонымен қатар дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастау жайлы айтамын.